Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ірімшік қосылып жасалатын керемет вафлидің жасалу жолын көрсетем деп отырмын. Тек сіздерде вафельницаларыңыз болса, осындай вафлиді жасап, таңғы асқа ұсынатын болсаңыздар, өте керемет нұсқа болып табылады. Олай болса, достар, видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, сүтті құйып, оның үстіне қантты салып, алдын ала дайындап алған ұнды електен өткізіп саламыз. Оның үстіне қопсытқышты және алдын ала үгітіп алған ірімшігімізді қосып, осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қалаған ірімшікті қоссаңыздар болады. Осыны жақсылап араластырғанда бізде қою қамыр шығу керек. Алдын ала қызып тұрған вафельницамызға тестамызды осылай құйып, қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Піскен вафлиларды ыдысымызға салып аламыз. Міне достар, ірімшік қосылған вафлиларымыз дайын болды. Біздің үйдегілерге өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.